Құрметті Нұр Қазақстан қажылары, Нұрлы Мәдина қаласына қош келдіңіздер. Міне біз бүгін пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның мешітін зиярат етіп отырмыз. Өздеріңіз тарихтан жақсы білесіздер, пайғамбарымыз Меккеден Мәдинаға көшіп келген кезде бүкіл ансарлардың барлығы, байы да бар, кедейі де бар. Біздің үйге түсіңіздер, Алланың елшісі, біздің үйге түсіңіз, қонақ болыңыз деді. Енді пайғамбарымыз байдың үйіне барса білді, кедей ренжиді, кедейдің үйіне барса бай ренжиді. Сондықтан да пайғамбарымыз айтты, мынау менің түйемнің еркіне қояйық, сол қай жерге шөксе, сол менің жайым болсын деді. Сонда түйе айналып жүріп, міне осында көк күмбез тұрған орынға сол жерге барып шөкті. Сөйтіп пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға сол жерде арнап алғашқы үй салып берді. Міне мұны қазір тұрған көк күмбез сол пайғамбардың салған үй болатын. Міне пайғамбарымыз осы Мекке қаласын, Меккеде 13 жыл, Мәдинада 10 жыл пайғамбарлық қылды. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам қайтыс болар кезінде өздеріңіз білесіздер, бір сөзінде айтқан болады, пайғамбарлар қай жерде қайтыс болса, сол жерде жерленеді деп. Кейін пайғамбарымыз қайтыс болғанда сол Айша анамыздың бөлмесінде еді. Сол Айша анамыздың бөлмесінен қабір қазып, сөйтіп осы көк күмбездің астына жерледі. Бұл пайғамбар мешітінде оқылған бір намаздың сауабы 100 мың намазға тең болады. Әл-Харамда оқылған Қағбада 100 мыңға тең болады. Пайғамбар мешітінде оқылған бір намаз 1000 намазға тең болады. Алла нәсіп етіп Әл-Ақсаға барсаңыздар, Құддысқа, ол жерде оқылған бір намаз 500 намазға тең болады. Бұл жердің барлығында дұға тілектердің барлығы қабыл болады. Сондықтан да құрметті қажылар, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам салауат айтамыз. Пайғамбарымыз хадисінде кімдегі маған салауат айтса, естимін деген. Сондықтан да пайғамбарымызға бұл жерде біз салауат айту үшін келдік. Пайғамбарымызға салауат айтамыз. Және бұл жерде оқылған дұға тілектердің барлығы қабыл. Алла тағала зияраттарымызды қабыл етсін.